Жартылай жалаңаш келіннің бетін ашудың қажеті не? Таяуда Қазақстан Жазушылар одағына 70 жасқа толған Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті. Бауыржан Момышұлының келіні қазіргі заманның жартылай жалаңаш келіндерін сынға алды. Қыздар, айналайындар, тұрмысқа шығатын кезде тойға иығы мен кеудесі ашық, жотасы жалаңаш, шетелдік үлгідегі ақ көйлекте кимеңдерші, бас тартыңдаршы содан. Неге осы? Біз өзгенің қаңсығына таңсық боламыз да жүреміз. Бар ғой қазақтың әдемі көйлектері, сәукелесі, тіпті арнайы тіктіруге де болады. Тойға келетін үлкен қариялардың, ақ сақалдардың, ақ жаулықты әжелердің көзінше жаңа түскен келіннің ашық-шашық жүруі жараспайды. Той алдында беташар жасайтынымыз тағы бар. Өзі жартылай жалаңаш жүрген келіннің бетін ашудың не мәні қалды? Дейді Ахметова. Зейнеп Ахметова келіндерге жараспайтын одан өзге теріс әрекеттерді тізбектеді. Тағы бір түйткіл. Жас келіннің гүл лақтыруы. Ол теріс қарап тұрады да қолындағы шоқ гүлді арт жаққа қарай лақтырады. Ол жерде күйеуге шықпаған бір топ жас қыз уласып-шуласып жатады. Сырттай қарап тұрсаң, осының өзі ерсі емес пе? Сол тойда әлгі жас бойжеткендердің әке-шешесі, аға жеңгесі, ағайын туысы отыр. Қанша байсырап бара жатсаң да солардың көзінше тезірек күйеуге тиемін деп гүлге сонша таласып не көрінді? Деп жалғастырды кейуана. Ахметова атасының аузына қасық тыққан келін ертең оның көзіне шұқымай ма деген сауал тастады. Үйлену тойы әбден қызып, үлкен кісілердің кейбірі қайтып кетіп, қайсы бір қонақтардың көзінде бір адам екі адам болып көріне бастаған тұста жалп етіп жарық сөнетіні бар. Сөйтсек торт келе жатыр екен. Бір жағынан той аяғында тойып алған жұрт сол тортты жеп те қарқ қылмайды. Бекерге рәсуа болады. Екіншіден қуаныш үстінде шам сөндіру қазақта жаман ырым. Шырағың сөнбесін деп тілейміз ғой бір-бірімізге. Мынау енді ғана шаңырақ көтеріп шам жағып жатқан жас отау үшін тіптен жақсы ырым емес. Сосын екі жас пен оның ата-анасы ортаға шақырылып бір-біріне торттан ауыз тигізеді. Бұл қайдан шыққан салт, не сән? Алғашқы күні-ақ қайнатасы мен енесінің аузына қасық тыққан келін ертең олардың көзіне пышақ тығып жүрмей ме?